Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, құрметті менің каналыма тіркелген каналымның оқырмандары. Бүгін сіздерге QR код жасауға арналған Mi-QR деп аталатын сервиспен таныстыратын боламын. Енді қазіргі таңда көбінесе біз осы QR-ды қолданып жатамыз. Егер де осындай QR код құру керек болған жағдайлар болып жатса, сіздер осы сайтты қолдансаңыздар болады. Ол үшін біз не істейміз? Ол үшін біз Google іздеу жолағына Mi-QR деп жазамыз. Mi-QR деп жазсақ, бізде осындай нәтижелер береді. Соның ішінде бірінші тұрған сілтемеге біз өтіп Mi-QR сайтына өтеміз. Создавайте и настраивайте динамический QR-код бесплатно. Яғни ақысыз түрде біз QR-кодтарды жасай алады екенбіз. Ол үшін біз тіпті тіркелмей ақ қойсақ та болады. Создать QR батырмасын басамыз, және де бізге қандай ақпаратты QR-ға айналдыру керек. Мүмкін ол сізде сілтеме шығар, немесе бір WhatsApp файлы шығар, мультисылка, TikTok, Twitter, аудио файл ма, Wi-Fi ма әлде, PDF, презентация, текст, визитка, яғни Instagram, Facebook, YouTube деген сияқты. Осының барлығын QR-ға ауыстыруға болады. Мысалы үшін қарапайым ғана сілтемені QR-ға ауыстырайық. Ол үшін біз осы Mi-QR деген сайттың өзін біз QR ретінде жасап қояйық. Ол үшін ссылканы осы жерге көшіріп әкеп қоямыз. Стилизовать и скачать QR. Мінекей автоматты түрде бізге осындай QR код жасап берді. Енді сіздер өздеріңіздің телефондарыңыздан бірден қазір осы QR-ды сканировать етіп қарасаңыздар, бірден сіздердің жаңа осы Mi-QR сайтына сілтеме ашылады. Яғни осылай тез 1 секундтың, енді 1 секунд демей ақ қояйын, 5 секундтың ішінде осылай дайын сілтемені алып қоя салу арқылы QR жасауға болады. Енді оның дизайнын да сіздер өздеріңіз жасай аласыздар, әдемілеп, осылай ұнаған жаңағы дизайнды таңдап жасасаңыздар болады. Оның барлығы мына жерде таңдауға мүмкіндік бар. Скачать QR деп осы QR кодты жүктеп алсаңыздар болады. Мінекей QR код жүктелді. Ол бізде сурет ретінде мінекей мына жақта жүктелді. Осы жерден ашып, кез келген өзіңіздің онлайн тақтаңызға, презентацияңызға, докладыңызға, қай жерге сізге оны орналастыру керек, сол жерге орналастырып, ары қарай қолдана берсеңіздер болады. Өте қарапайым, өте жаңағындай мүмкіндігі көп сайттың бірі Mi-QR. Ешқандай да қолдануда қиыншылықты тудыртпайды. Осы сайтты қолданып, өзіңізге қажетті QR кодты жасап ала аласыздар. Пайдаларыңызға жарайды деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.